Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Міне өзімнің бір ойынымды көрсетіп отырмын. Мына жерде қарасақ, пешкалардың да саны, фигуралардың саны бәрі тең, бірақ неге бұл жерде ақтар күштірек? Қазір айтатын болам. Екі жақтың да слоны, яғни пілі, ақ пілі қалды. Әрине бұл жерде қараның королі артта қалып кетті, ол бір минус. Екінші минусы, қазір байқайтын боласыздар, қаралар өздерінің пілі ақ болса да пешкаларын аққа қояды. Қараймыз. Ал ақтар пешкаларын өзінің піліне қарама қарсы, яғни ақ піл қалған болса, пешкалар негізі қарада тұрғаны өте жақсы. Мінекей, қараңыздар, пешкалардың бәрі, қаралардың пешкаларының бәрі ақта тұр. Бұл үлкен негізінде минус, Міне бір пешкадан айырылды. Ары қарай да қазір. Қараңыздар, дәл осы жерде ойын түсінікті, Себебі дұрыс орналасу жағынан ақтардың пешкалары өте идеалды, ал қаралардың пешкалары тиімсіз. Қазір бір-бірден әрқайсысы қауіпті, яғни қауіптілікке ұшырайтындығына әрқайсысына шабуыл жасалынады. Окей, тағы бір пешка. Мінекей. Тағы да пешкасын тастап кетті. Осы жерде енді біз ферзь шығарамыз. Сонымен енді бұл жерде ойын түсінікті болды, бірақ әлі де қарсыласым ойнады. Осы жерде берілген екен. Мінекей, қарайтын болатын болсақ, пешкалар саны тең еді, бірақ аяқ астынан қаралар осындай шығынға ұшырады. Себебі пешкаларды дұрыс қоймау және де король дұрыс позицияда болмау себепті осылай өрескел қателіктер жасап жеңіп қалды. Мінекей, егер видео ұнаған болатын болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық.